Мгм. Қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар. Аты жөнім Кударина Василь Сейдігалиевна. Кешеден бері біз жаһандық құзыреттіліктер курсының аясында модульдерді оқытуды бастадық. Және де бүгін біз екінші модульге көшеміз. Ол екінші юнит әдістемелік нұсқау бойынша. Және де бүгінгі тақырып медиа және қаржы сауаттылық. Медиа және қаржылық сауаттылық юнитінде медиа кеңістік және қаржылық сауаттылықтың негізгі ұғымдарымен және заңдылықтарымен оқушылар танысады. Қоғамда белсенді өмір сүріп, әлеуметтену үшін қажетті дағды түрлерін қарастырып, ақпаратты талдау, бағалауды дамытады. Демек, осы тақырыптың төңірегінде біздің оқушылар негізгі логикалық операциялардың қалыптастыруы және дамуы болып өтеді. Олар бізде талдау, синтездеу, жіктеу, жалпылау және тағы да сол сияқты. Білім алушылар ақпаратпен жұмыс істеуге, материалдарды бағалауға, талдауға, жалған мәлімет пен насихатты ажырата білуге үйренеді. Демек, осы юниттің барысында оқушылардың ең басты жаһандық құзыреттіліктердің ең басты талабы ол сыни ойлауды қалыптастыру. Міне осы сыни ойлаудың қалыптасуына жол ашады. Қаржылық сауаттылық туралы білімдерді кеңейіп, сауаттылық неден басталатыны, еңбегі арқылы жетістікке даусым шықпай отыр қазір. Даусыңыз жақсы. Негізі бәрі менде қосылып тұр. Мүмкін өзіңізде бір настройкаңызды қарасаңыз, Жанна Қуанбаевна. Жалғастыра беремін, иә? Звуктарыңызды бір рет қосып өшірсеңіздер, сіздерге дауысы естіледі өздеріңізден. Бір рет микрофонды қосып өшірсеңіздер. Жалғастыра беріңіз кешіріңіз. Медиа және қаржылық сауаттылық туралы білімдер кеңейіп, сауаттылық неден басталатыны, еңбегі арқылы жетістікке жеткен адамдар туралы ақпарат жинақтап, демек ол бізде кейс-стади әдісін көздеп тұр, иә? Кейс-стади туралы мен кештен бері айттым. Отбасылық бюджетті қалай үнемдеуге болатыны туралы өмірмен байланысты білімдерін дамытады. Осы юниттің барысында медиа сауаттылық арқылы әл-ауқатқа жету құралы ретінде пайдалану арқылы әлемдік экономикалық кеңістікке кіргеді. Ол әрине біздің тұрақты даму мақсаттарының бірегей бір мақсаты болады. Сондықтан да бұл міндеттер осы курстың негізінде көзделген екен. Жалпы юниттің мақсатына келетін болсақ, ол өзін-өзі дамыту және өзін-өзі жүзеге асыру мүмкіндіктерін кеңейту. Демек, бұнда біз дайын білімдерді оқушыларға жай ғана трансформациялау емес, сонымен қатар оқушылар бұл білімдерді өздігінен ізденіп, өздігінен оларды талдап, өздігінен оларды жан-жақты қарастыруға ұмтылады екен. Қаржылық пен медиа сауаттылық әрине әл-ауқатқа қол жеткізу үшін білім алушылардың мәдениетін және сауаттылығын қалыптастыру арқылы өтеді. Және ол бізде қандай міндеттер арқылы жүзеге асады, соны қарастырып өтейік. Медиа сауаттылық юниттің міндеттеріне келетін болсақ, негізгі ұғымдармен және медиа кеңістігінің заңдарымен таныстыру. Негізі жалпы кез келген тақырыпты оқыған кезде нақты сол тақырыптың кірісі ретінде міндетті түрде біз глоссариймен жұмыс жасауымыз керекпіз. Оның үстіне біздің негізгі субъектіміз ол 5-9 сынып оқушылары. Демек, олардың белгілі бір саналық даму бар, белгілі бір тұлғалық даму қалыптасқан. Ендеше оларға осы глоссариймен қалай дұрыс жұмыс істеу керек екендігін біз көрсету арқылы осы медиа сауаттылық бойынша бірінші міндетке жетеміз.
Кейіннен презентация барысында мен осы глоссарий бойынша сіздерге бір лайфхакты көрсетемін. Келесі міндет. Медиа кеңістігінің құралдарын пайдаланудың негізгі принциптеріне үйрену және қолдану. Демек, бұл міндет бізден нақты практикалық жұмыспен байланысты. Біз тек қана жай сабақты оқып, оның теория жүзінде дәріптеуден гөрі, осы алған білімдерді практикаға негіздейміз және практика барысында қалайша қолданамыз, соны қарастырамыз. Келесі, үшінші міндет. Білім алушыларда медиа кеңістік құралдарын пайдалану тәсілдерін сыни тұрғыдан түсінуді дамыту. Демек, біз даяр білімді балаларға бергенде, оның қайсы бұрыс, қайсы дұрыс екенін айтпай, балалар нақты осы білімдерді қалайша қолдану керек. Бұл білімдердің пайдалығы неде? Бұл білімдердің маңыздылығы бар ма, жоқ па? Және осы алған білімдерді қай құрал, қай жақ және қай жағдайда қолдану екендігін осы міндет арқылы шешеді. Ол әрине тағы да атап өтейін, ол сыни тұрғыдан ойлау дамуының ең сондай күшті қаруы болып табылады. Білім алушыларда өзара экологиялық және орындылық қағидаттарында медиа сауаттылық дағдыларын және медиа кеңістікті пайдалану мәдениетін қалыптастыру. Бұл міндетте экология деген мәні ол цифрлық гигиена немесе қаржылық гигиена деген терминдермен алмасады. Өйткені нақты осы білімдерді меңгеру барысында біз нақты осы медиа сауаттылық пен қаржылық сауаттылықтың жақсы, яғни оң және теріс жақтарын қарастыруға ұмтыламыз. Ал қаржы сауаттылықтың юнитіне келетін болсақ, оның міндеттері төмендегідей. Білім алушыларды негізгі ұғымдармен, яғни терминологиялық базамен таныстыру. Әрине де ол ең бірінші балалардың сөздік қорына үлкен жаңағы дамушы әсер етеді. Қазір біз айтамыз, балаларымыз аз сөйлейді, сөйлегені сленг, тіпті болмаса сөздік қорының жетіспеушілігі жаңағы альтернативті коммуникациялар арқылы өтеді. Балалар мимика, жест, жаңағы паразит сөздері дейміз, соларды қосып айтады. Сондықтан да осы қаржылық және медиа сауаттылықтың арқасында балалардың сөздік қоры да өседі. Әрине, сөз ол сөйлеу әрекетінің басты құралы болғандықтан, ол тікелей бізде ойлаумен байланысты. Демек, жақсы дамыған жақсы сөздік қоры бар оқушылардың ойлау әрекеті де жақсы дамыған деп айтуға тура келеді. Келесі, алынған білімді нақты өмірлік жағдайларда қолдану алгоритмдерін білу, ол бізде практикамен байланыс, ол біздің кез келген мектептің басты мақсаты, ол балалардың алған білімдерін шынайы өмірде қолдана алуы. Кез келген қаржылық экономикалық жағдайда сыни ойлауды қалыптастыру. Әрине, олар қазір бала болғанымен, көбінесе мектеп қабырғаларында өз өмірлерін өткізеді. Дегенмен бала өседі. Баланың өсуімен оған белгілі бір әлеуметтік жүктемелер, белгілі бір талаптар беріледі. Ол қоғамда өскендіктен, әрине қоғамдық қатынастардың жүріп тұруы, алмасу өтеді. Міне осындай өзгерістердің арқасында баланың өз-өзін дамыту, өз-өзінің жаңағы күштерін іс жүзіне асыру және оны қамтамасыз ету арқылы осы бізде қаржылық сауаттылық тақырыбы көмектеседі. Келесі, білім алушыларда қаржылық функционалдық сауаттылық дағдыларын дамыту және оларды автоматизмге жеткізуге ұмтылу. Әрине, осы бір ғана тақырыптың, бір ғана юниттің арасында біз оқушыларымыздан жақсы бір экономиканы білетін баланы шығарып ала алмаймыз. Өйткені ол мектеп жасына байланысты, жас ерекшеліктеріне байланысты ол білімдер әлі де балаға
қол жетімсіз. Алайда біз осы мектеп оқушыларында қаржылық сауаттылықтың негіздерін беруіміз керекпіз. Және осы негіздердің беруінің арқасында балалардың функционалдық сауаттылығы дамиды. Ал функционалдық сауаттылық қазіргі таңда көптеген критерийлер бойынша балалардың сол жаһандану процесіне қосылу, әлеуметтендіруге қосылу, шынайы өмірге дайын болудың бірден бір көрінісі болып есептеледі. Білім алушыларда өзін өзі жүзеге асыруға қол жеткізе отырып, өзін өзі дамытуға тұрақты қажеттілікті қалыптастыру. Бұл міндет бізде немен байланысты? Ең бірінші, бұл міндетте қажеттілік деген сөзге назар аударсаңыздар. Әр адамның белгілі бір қажеттіліктері болады. Олар күнделікті тұрмыстық қажеттіліктер, табиғи, жасанды қажеттіліктер болуы мүмкін, я оқу танымдық қажеттіліктер, тәрбиелік қажеттіліктер болуы мүмкін. Алайда бұл қажеттіліктерді өтеу үшін адам белгілі бір жағдайларға кірістіреді. Адам белгілі бір жағдайлардан оңтайлы түрден шығу керек. Ал сол жағдайлардың көбісі бізде қоғамдық қарым-қатынастармен байланысты. Қоғамдық қарым-қатынастар ол әлеуметтік экономикалық қатынастар. Сондықтан да қаржылық сауаттылық міне осы міндетті бізде көздеп отыр. Және де соңғы міндет ол жаһандық бәсекеге қабілеттілікті негізгі заңдарды туралы түсінік қалыптастыру. Демек, қаржылық сауаттылықты меңгерген оқушылар жалпы бүкіл әлемде бәсекеге дайын болу керек. Демек, ертең ол мысалы университетке оқуға түскенде, немесе белгілі бір жақсы, енді орташа дейміз, оқу орындарға жұмысқа барғанда ол өте маңызды қасиет. Өйткені енді біз бәріміз нарықтық экономика жағдайында жұмыс істеп жатырмыз. Бәріміздің де бір бәсекелесу, енді орысша айтқанда здоровая конкуренция, осындай бәсекелесу, сау бәсекелесу болу керек. Тіпті мысалы қазір кейбір адамдар жазғы демалыстарын күштілеп өткізгенде, сіздер осы курсын оқып жатсыздар. Өйткені сіздің ойыңызша ол сізге керек қажетті нәрсе. Сіздің қажеттілігіңіз сол курстың аясында берілген білімдерді меңгеріп, жаңағы сертификат алып, одан кейін келесі жылдары емін-еркін жаһандану курсын, жаһандану құзыреттіліктер сабағынан құқығын беру құқығын алу. Сондықтан да міне осындай нәрселер бізде сау бәсекелестік деп аталады. Юниттің мазмұны 5-9 сыныптарда оқуға арналған өзекті тақырыптарды қамтиды. Тақырыпты таңдау функционалдық сауаттылықтың үдемелі қалыптасуы мен дамуын және жеке құндылықтарды табысты іске асыру үшін қажетті сыни ойлау дағдыларын ескере отырып, жаһандық құзыреттіліктерді игерудің маңыздылығына байланысты. Юниттің мазмұны нақты өмірлік бойынша білімді өзектендіру мен шоғырландыру тәсілі ретінде көрініс табады. Ол бізде пән аралық байланыс арқылы өтеді. Мысалы, осы қаржылық сауаттылық немесе медиа сауаттылық тақырыбы бізде математика, тарих, тіл, одан кейін бір шығармашылық сабақтарымен тығыз байланысты болады. Ал пән аралық байланыс ол енді педагогикалық процесте басты орындардың бірін алады. Оны біз бәріміз білеміз. Келесі юнитті бағалау барысында, юнитті зерделеу шеңберінде педагог таңдаған қызмет түрлері мен нысандарын оқыту процесінде білім алушылардың жетістіктерін бағалау көзделеді. Әрине, кез келген жұмыс, әсіресе сол мектеп немесе тағы да басқа оқу орындарында жүргізілетін, жоспарланып отыратын және ұйымдастырылатын жұмыстың белгілі бір бағасы болады. Өйткені кез келген жұмыстың нәтижесі болады ғой. Ал нәтижені талдау үшін, нәтиженің пайдалылығы мен немесе бұрыс пайдасы жоқ па екендігін көру үшін біз міндетті түрде оны бағалауымыз керекпіз. Міне осы кезде біз балалардың осы білім алу бойынша олардың іс-әрекет дағдыларын бағалау жүйесі өтеді.
Әрине бұл бағалау жүйесі біздің жаңартылған білім беру жүйесіне сәйкес критериалды бағалау дейміз, иә, критерий мен дескриптор арқылы өтеді. Мүмкін сіздер бұл критерий мен дескрипторларды балалармен бірге құрастырып алсаңыздар, оның да пайдасы 1000 есе асатын шығар. Өйткені бұл саналы оқушылар және олардың көзқарасы және мұғалімнің сондай шеберлігі мен басқарушы қабілеті балалардың білімдеріне көзқарасты тұрақты түрде нығайтады. Білім алушылардың пікірін естейтін және құрметтейтін оқу процесінің субъектісі ретінде өзін түсінуге және қабылдануына ықпал ететін бағалау критерийлерін бірлесіп әзірлеу ұсынылады. Бұл оқушылардың оқу процесіне қатысу деңгейін арттырады. Демек, сабақ барысында жай ғана курсқа келіп отыру емес, нақты сабақты негізгі білімдерін меңгеру үшін оны саналы және белсенді түрде игеру болып табылады, иә. Әрине де бұл процесс екі жақты жағынан да оңтайлы болып жатса, нәтижелі болып жатса, педагогтың да рөлі өседі, педагогтың да шеберлігі өседі. Демек, педагогқа деген сенім де балалар тарапынан өседі. Ол үлкен жетістік, өйткені енді балалар өмірдің үлес салмағын бізде мектепте өткізеді және сол мектеп қабырғаларының негізінен балалардың тұлғалық қасиеттері де дамиды. Осы юнитті зерделеу қорытындысы бойынша оқытудан қандай нәтижелерді күтеді екенбіз? Біріншісі, балалардың функционалдық құзыреттіліктері дамыған. Медиа кеңістікте жұмыс істеу дағдыларын игерген және оларды ұтымды түрде қолданылады. Қазіргі ақпаратты іздеу, өңдеу және талдау дағдылары қалыптасады. Ересек өмірге қажетті жауапты шешімдерді қабылдайды. Жауапкершілік туралы біз кеше көп нәрсе айттық, иә. Және қоғамда тиімді қарым-қатынас жасай алады. Тиімді қарым-қатынастар ол бізде коммуникациялар. Келесі слайдқа назар аударсаңыздар, бұнда медиа және қаржылық сауаттылық бойынша тақырыптық жоспар берілген. 5-9 сыныптар арасында қандай тақырыптарды балалар қамтитыны толығымен көрсетілген. Демек, бұл тақырыптар аспаннан алынбаған, олар бәрі сол әдістемелік нұсқаулардан алынған. Ендеше сіз өзіңіздің оқу жұмысыңызды жоспарлау барысында тақырыптарды ойлап, іздеп таппайсыз, тақырыптар дайын, тек қана сіз сол тақырыптарды беру формасын өзгертесіз және оның ресурстарын бересіз. Әрине, бұл әдістемелік нұсқауларда да ұсынысқа берілетін формалар бар, бірақ та енді сіз оны балалардың ерекшеліктеріне қарайсыз, мектептің ерекшеліктеріне қарайсыз, географиялық тұрғылықты жеріне қарайсыз, соған байланыстыра отырып оқу формасында қабылдауға болады. Енді ресурстар бойынша әрине біздің сондай классикалық вариант, ол бізде сөздік, практикалық және көрнекілік әдістерді талдаймыз. Сонымен қатар енді медиа сауаттылық болғандықтан интернет желісінің көптеген жағымды жақтарын да қолдануға тырысу керек. Мысалы қарасақ, 5-ші сыныпта оқушылар әлеуметтік желі деген не сияқты тақырыпты өтеді. Ал 9-ші сыныпта әлеуметтік желілердегі блогерлер деген кімдер, олар қандай міндет атқарады, оның маңыздылығы неде сияқты тақырып өтіледі. Немесе күнделікті шығынды қалай басқаруға болады деген тақырып 5-ші сыныпта оқытылса, 9-ші сыныпта балалар қаржы пирамидасы дегеніміз не екенін меңгеру керек. Жаһандық құзыреттілік курсының ұзақ мерзімді жоспарына келетін болсақ, бұнда да 5-ші, 6-ші, 7-ші, 8-ші, 9-ші сыныптар барысында осындай тақырыптық жоспар берілген. Тақырып жоспардың берілуінде бізде формасы бар, яғни жұмыс жасаудың формасы бар, және де осы тақырыптар байланысына сабақтардың тақырыптары берілген, иә.
Мысалы қарасақ, 5-ші сыныпта балалар бартер дегеніміз не, отбасы табысы және шығыны дегеніміз не, аккаунт дегеніміз не сияқты түсініктерді қарастырады екен. 6-шы сыныпта ғаламтордағы құқықтар немесе отбасы бюджеті дегеніміз не сияқты. Былай қарасақ, бізде қарапайымнан күрделіге өту принципі жақсы мында көрсетіліп тұр. Демек, 5-ші сыныптағы қарапайым тақырыптар 8-ші, 9-ші сыныпқа қарай сол тақырып бойынша, бірақ олар күрделендіріп беріледі екен. Ол әрине балалардың сол орталық жүйке жүйесінің жұмысының белсенділігін және жалпы дамуына жақсы бір себеп болады. Мысалы, 7-ші сыныпта ақша қалай жиналады, подкаст дегеніміз не, отбасы бюджетін қалай жоспарлауға болады сияқты тақырыптар беріледі. 8-ші сыныпта балалар хостинг затымен және атымен таныс болады, иә. Өйткені мысалы біз бәріміз ютубты көреміз, бірақ нақты ол не үшін керек, оның пайдалылығы қандай, маңыздылығы неде, ол ютубты қарау мен қарау арқасында адам қандай да бір жетістіктерге жете ма, жоқ па, немесе ютуб хостингіне мен өзімнің видеомды қалайша жүктеймін сияқты сұрақтар шешіледі. Сонымен қатар қаржылық сауаттылық аясында бұл сыныпта балалар отбасылық бюджетін іске асыру ережелері, жинақтың түрлерін өтеді. Ипотека, несие сияқты сондай көкейкесті мәселелер шешіледі. 9-ші сыныпта балалар әлеуметтік желілердегі блогер, жаңа ғана атап кеткендей, иә, отбасы бюджетін жоспарлау, ол нақты сыни ойлаудың бір көрінісі, иә. Қаржылық дәулет, қаржы пирамидасы, жинақтарды қалай сақтауға болады сияқты әртүрлі сондай күрделі тақырыптар беріледі. Және де олардың формасы да күрделі болады. Егер де 5-ші сыныпта ол қалыптастыру беру арқылы болса, 9-ші сыныпқа қарай ол зерттеу, іздену немесе жобалық жұмыс ретінде көріністерін табады екен. Бұл жалпы юниттің басты кіріспесі бойыншағы материал. Енді біз сіздермен нақты медиа сауаттылық дегеніміз не екенін көреміз. Және де сабағымыздың 2-ші бөлігінде біз қаржылық сауаттылықтың тақырыбы туралы ақпаратты талдаймыз. Берілген слайдта интернеттегі қауіпсіздік терминдерінің глоссарийі берілген екен. Мен қазір бұны сізге былай көшіріп чатқа салайын. Мүмкін параллель түрде сіз оны ашып көресіз. Осы қазір мен ашам. Қараңыздар, ол мына сайтта медиа сауаттылыққа байланысты терминдер берілген екен. Және де бұл терминдер, қарасаңыз, алфавит бойынша орналасқан. Демек, кез келген әріпті басқанда біз осы медиа сауаттылық немесе медиа кеңістік аясындағы глоссарийіне кіреміз. Так, мысалы мы. Қараңыздар. Мыға 4 сөз берілген. Мессенджер. Плюсты басамыз. Microsoft Messenger был закрыт в 2013 году и теперь перешел на Skype. ММС дегеніміз не? Мультимедийные сообщения, чаще всего графические сообщения дейді. Енді қазақшасын таба алмадым, бірақ та екі тілді болғандықтан осы орысша вариантын ұсынамын. Модератор. Роль модератора следит за тем, чтобы все комментарии соответствовали явным условиям. Ендеше кез келген әріпті таңдаумен, мысалы, фаботаж, Facebook, FaceTime, фильтр дегеніміз не сияқты, тек қана фыға басталатын белгілі бір сөздер беріледі екен. Міне осындай форма арқылы балалармен, мысалы, глоссарий бойынша жұмысты бастауға болады.
Мен өзіміз университетте жұмыс істегендіктен міндетті түрде бізде кез келген сабақта бізде бірінші лекция осы глоссарийге арналады. Және де көбінесе біз глоссарий бойынша студенттерге картотека істеткіземіз, иә. Енді былай мысалы бір тақырып бойынша кемінде 10 терминді журналдардан немесе басқа да ресми сайттардан көшіріп талдау. Бұнда да осы жұмысты былай істеуге болады. Бірақ та енді интернет желісі арқылы ол балаларға қызығырақ болады. Сонымен қатар ол әрбір енді әріптер көп, сондықтан да әрбіреуіне жазбас бұрын міне осындай жұмысты да талдауға болады. Так. Мгм. Ал енді медиа сауаттылық дегеніміз не? Медиа ол ағылшынша тілінен делдал деген сөзді білдіреді. Байланыс құралдарын, ақпаратты беру тәсілдерін, сондай-ақ олар құрған ортаны, және ол бізде медиа кеңістік деп аталады, қамтитын кең ұғым. Медиа сауаттылық адамдарға әртүрлі медиа түрлерінде, жанрларында және формаларында хабарламаларды талдауға, беруге, бағалауға және де оларды жасауға мүмкіндік ететін дағдылар жиынтығы деп түсініледі екен. Медиа сауаттылық бұл әртүрлі медиа түрлерін тану және олар жеткізетін әртүрлі хабарламаларды түсіну, адам өмірінің сапасын жақсартудың құралы ретінде қарастырылып отыр. Медиа сауаттылықтың тақырыбына тереңдетіліп бармас бұрын біз жалпы медианың түрлеріне көшейік. Медиа түрлері былай орналасқан екен. Біріншісі масс-медиа. Масс-медиа дегеніміз ол жалпы үлкен массивті адамдар топтарына арналған белгілі бір ақпаратты таратудың көзі. Масс-медианың басты аудиториясы ол көп адамдардың болуы. Директ медиа ол медианың екінші түрі. Бұл директ медиада біз әртүрлі гаджеттерді, смартфон, телефондарды қосамыз. Медиа носители дегеніміз, яғни медианың берушілері, ол нақты осы әртүрлі файлдардың, әртүрлі ақпараттың қандай да бір заттық объектіде тарату жолы. Мысалы, ол диски, флешка болуы мүмкін, жесткий диск болуы мүмкін, телефон, смартфон болуы мүмкін, әртүрлі облако деген сияқты әртүрлі жүктемелерді талдайтын осы медиа носители деп айтамыз. Келесі әлеуметтік желілер. Бұл да медиа түрлеріне жататын үлкен бір фактор. Біз енді күнеге сол әлеуметтік желілердің қолданыста боламыз. Әлеуметтік желілер қазіргі таңда тек қана адамдардың бір-бірімен қатынасқа түсу, танысу, сөйлесу емес, сонымен қатар әлеуметтік желілер қазіргі таңда кәсіпкерліктің, жалпы бизнестің даму жолындағы ең сондай жұмыс істейтін инструмент ретінде қарастырылып отыр. Келесі мультимедиа. Ол дегеніміз медиа кеңістігінде болған әртүрлі ақпараттың мультимедиалық берілімі. Демек, олар фильм, кино, клип, музыка, әрине подкасты, скринкасты, бұның бәрін біз мектеп қабырғаларында да мектепте де қолдануға болады. Мысалы, қазіргі таңда қаржылық сауаттылық бойынша көптеген жақсы подкасттар берілген YouTube арнасында. Мүмкін сол подкасттың белгілі бір бөлігін ғана балаларға көрсетіп, оны талдау барысында осы тақырыптың бір міндеті шешіледі. Келесі медиа маркетинг. Енді медиа маркетингтің даму туралы қазір айту өте
қиын болып тұр. Неге десеңіз, өйткені медиа маркетинг қазір даму жолында болып отыр. Тіпті жай ғана жеке адам өзінің бір кәсібін ашқанда осы медиа маркетинг арқылы жұмыс істейді. Әсіресе медиа маркетингтің қарқынды дамуы пандемия уақытында жақсы өз көріністерін тапты. Мысалы, менің өзімнің таныстарымның көбісі осы өз кәсіппен айналысатын адамдар, олар осы медиа маркетинг арқылы, әлеуметтік желілер арқылы өзінің жаңағы товарларының, өзінің ақпаратын, өзінің істеген жұмыстарын жақсы түрде көрсетіп, көптеген сатуларға жолдарын ашты екен. Сондықтан да қазіргі таңда тіпті карантин бітсе де, медиа маркетингтің мағынасы өте зор. Біз күнделікті өзімізде медиа маркетинг арқылы белгілі бір товарларды, заттарды сатып аламыз, ешқайда шықпаймыз, иә. Мысалы, сол Валберес жүйесі, Каспи жүйесі, оларды біз талдаймыз, олардың арасындағы ең сондай арзан, ең күшті нәрселерге қол жеткізе аламыз, иә. Сондықтан бұл да медианың бір түрі. Медиа реклама, медиа жарнама ол осы интернет желісінде болатын әртүрлі жарнамаларды кіргізу саясаты. Медиа арт ұғымы жалпы медиа кеңістікте кездесетін әртүрлі шығармашылық топтарға байланысты. Тактикалық медиа дегеніміз көбінесе саясат терминімен алмаса жүреді, өйткені тактикалық медиа арқылы авторлар, яғни осы контенттің авторлары саяси жағынан белгілі бір адамдардың санасына қалайша бір әсер ету тәртібін біз осы тактикалық медиа деп атаймыз. Яғни белгілі бір тактиканы орындау үшін олар осы медианы қолданады. Келесі, медиа сауаттылық адамдарды тәжірибелі медиа хабарламаларды жасаушылар мен продюсерге айналдыруға, медианың әр түрінің артықшылықтары мен шектеулерін жеңілтуге, түсінуге және тәуелсіз медиа құруға бағытталған. Медиа сауаттылықтың міндеті бұқаралық ақпарат құралдарын тұтынудың белсенді және сыни процеске айналдыру. Адамдарға ықтимал манипуляцияны жақсы түсінуге көмектесу. Манипуляцияда термин осы медиа сауаттылыққа кіреді, өйткені манипуляция арқылы адамдардың санасымен басқаруға болады. Бірақ та енді қарау керек, бұл манипуляция оң және теріс жағымен болуы мүмкін. Сондай-ақ адамдарға шындыққа көзқарас қалыптастырудағы бұқаралық ақпарат құралдары мен азаматтық медианың рөлін түсінуге көмектеседі. Медиа құзыреттілік ол медиа білімнің нәтижесі. Ал енді осы медиа білімге не кіреді екен? Соны біз қарастырып өтейік. Біріншіден, қол жеткізу. Демек, кез келген ақпаратқа медиа сауатты адам өздігінен қол жеткізеді. Мейлі мүмкін ол мысалы медициналық қызметкер емес, бірақ та алғашқы жәрдем қалай көрсету керек, немесе баланың температурасын түсіру үшін қандай да бір 5 ең күшті тәсілдерді атау. Демек, медиа сауаттылық арқылы біз басқа бір жерден көмек іздемейміз. Біз өзіміз өз бетінше осы сұраққа жауап беру үшін интернетті қолданамыз. Келесі, талдау дегеніміз анализ жасау, ол логикалық операциялардың ең басты операциясы. Келесі, бағалау, ол дегеніміз кез келген ақпаратты дұрыс бағалау. Әсіресе қазір біз ақпараттың сондай бір күшті ағымды кезеңінде сүріп отырмыз. Адамдар күнделікті белгілі бір ақпаратпен танысады, оларды өңдейді, кейбір адамдар сол ақпаратпен бөліседі, ал оны тұтынушылар, яғни пользователи, юзері дейміз,
оны тұтынушылар дұрыс бағалау керек. Бұл айтылған ақпарат жалған емес пе? Бұл айтылған ақпарат шындыққа сай келе ме, жоқ па? Бұл айтылған ақпаратты мен өзімнің бір жұмысымда қолдана аламын деген сияқтарға жауап беру үшін біз бағалау терминін, бағалау құзыретін талдаймыз. Келесі, қамту ақпарат арқылы кез келген адамның санасына да, ойына да, оқуына да, мысалы тілдік қасиеттеріне де, оның денсаулығына әсер ету мүмкіндігін біз қамту деп айтамыз. Және әртүрлі медианы жасау және шығару. Демек, тек қана көру емес, сонымен қатар біз оны жасай алатындай істей алуымыз қажетпіз, иә. Мысалы, қазіргі таңда SMM, блогер, фрилансер, қалай көптеген осындай жаңа сөздер бар, иә. Жаңа сөздерден гөрі ол жаңа мамандықтар. Әрине, мысалы, университетте блогер болып түспейді, блогер факультеті жоқ, иә. Немесе мобилографқа бару үшін тағы да бізде университет, институт аясында сабақтар жоқ. Дегенмен де әртүрлі медианы жасау және шығару тек қана осы қолымызда телефон немесе ноутбуктың бар болғаны жеткілікті. Так, келесі. Медиа сауаттылық не үшін қажет? Медиа сауаттылықтың басты міндеті ол бұқаралық ақпарат құралдарын тұтынуды белсенді және сыни процеске айналдыру. Демек, белсенді дегеніміз ол тек қана жиі сайттарды қарау емес, сонымен қатар сол алған сайттардағы ақпаратты өз жүйесіне, өз өмірінде ұтымды түрде пайдалану. Сыни процеске айналдыру дегеніміз сол жаһандық құзыреттілердің басты міндеті, иә, ол бізде сыни көзқарасты қабылдау және дамыту. Сонымен қатар адамдарға бұқаралық ақпарат құралдарының рөлін түсінуге көмектесу. Демек, кейбір жұмыстың мақсатына жету үшін біз міндетті түрде интернет желісінің жұмысына жүгінеміз, иә. Медиа сауаттылық тұтынушыларға сол жерде үгіт, насихат, цензура немесе жаңалықтарды немесе қоғамдық бағдарламаларды бір жақты көру үшін медиа хабарларды талдауға, сондай-ақ берілген ақпаратқа әсер ететін құрылымдық элементтерді медиа иесі оларды қаржыландыру моделі сияқты түсінуге болады. Ол дегеніміз енді былайша айтқанда, біздің қоршаған ортамыз барлығы ақпараттан тұрады. Тіпті адам жаңа ғана ұйқыдан тұрғанда қолымызда телефон аламыз, так, не болып жатыр екен, анда не болып жатыр екен, анау бір қызда не болып жатыр, мынауында не болып жатыр, жалпы елде не болып жатыр екен, Европада былай екен, Америкада былай екен сияқты ақпарат жан-жақтан келеді. Ол әрине біздің жаңағы біздің когнитивті функциямызды дамытады. Когнитивті функциялар ол бізде оқыту, білу, тану процестері, иә. Келесі, әлеуметтік желі. Так. Әлеуметтік желі дегеніміз бұл медиа кеңістігіндегі ең сонда үлкен орын алатын платформа. Әлеуметтік желі дегеніміз ол қызығушылықтары немесе офлайн байланыстары ұқсас адамдар арасындағы қарым-қатынастар, танысулар, жалпы коммуникацияны жасау, сондай-ақ ойын-сауық, жұмыс үшін пайдаланылатын онлайн платформа. Әлеуметтік желілердің бастысы, енді біз әрбіреуіміз сол әлеуметтік желілердің иесі болғанымен, оның аккаунтына жол ашамыз. Демек, әр адам өзінің аты жөні емес, аккаунт арқылы беріледі. Сонымен қатар әлеуметтік желілер арқылы кәсіпкерлікпен айналысатын
адамдар өзінің тауарларын немесе өзінің басқа да бір сатам деген заттарын осы әлеуметтік желілер арқылы жақсы сатады. Мен мысалы мынандай бір мысал келтіргім келіп тұр. Карантин уақытында менің бір құрбым нишевая парфюмерия сияқты затымен айналысты. Мен соны ойлағанмын. Не үшін қазір духи керек, кімге ол нишевая парфюмерия керек, тем более нишевая дегеніміз өте қымбат. Қазіргі таңда пандемия, кім оны алады деген ой менде болды. Бірақ та қазір ол өзінің аккаунтын соншалықты дамытып, үйден сатылған духиді енді қарамай, ол қазір жақсы бір дүкенде өзіне бутик алып, сол духиларды сатып жатыр. Және ең бір ерекшелігі, оны енді полныймен алмайды адамдар, ол қымбаттау көрінеді, сондықтан олардың көздерінше алып, сол духиларды миллиметр бойынша сатып отырады. И сол бойынша ол қазір енді өз-өзінің әл-ауқатын көтерді. Былайша айтқанда, әлеуметтік желі арқылы адам өзінің жеке өмірін, жеке табысын, жеке мақсатын белгілі бір деңгейге жеткізді. Так, келесі. Әлеуметтік желілер оң және теріс жақтары. Бүгінгі таңда біздің планетамыздағы халықтың 96% әлеуметтік желілерге қол жеткізе алады. Және де Facebook қолданушылар саны бойынша бірінші орында алады. Ол 1,5 миллиард. Меніңше қазіргі таңда ең сондай қауіпсіз интернет, қауіпсіз әлеуметтік желі ол Telegram болып тұр. Ол жаңағы мультимедиалық файлдарды жақсы көрсетеді, жақсы береді. Сонымен қатар ол жалпы осы білімдерді қамтиды. Сонымен плюс және минус жақтарына көшетін болсақ. Алдымен минус жақтарын өтіп кетейік. Ойын сауық, үстіртті және жиі қажет емес ақпараттарды көптігіне байланысты әлеуметтік желіде болу уақыты едәуір артады. Демек, адам әлеуметтік желілерде уақытын өткізгенде, оның қалай өткенін де білмей қалады. Ол енді шындыққа сиятын нәрсе. Бұндай ойын сауық біздің денсаулығымызға әсер етеді. Әсіресе ол балалардың денсаулықтарына әсер етеді. Ең бірінші әрине көру қабілетіне әсер етеді, сенсорлы қабілетіне әсер етеді. Сонымен қатар бала үңіліп әлеуметтік желілерді қарағанда, ол ешкімге мән бермейді. Өз-өзіңізді кішкене есіңізге түсірсеңіздер, мысалы кешке жақын бір телефонды ұстайсың ба, 1 сағат точно отырасың, оның үстіне ешкім жоқ, ешкімді көрмейсің, ешкімге естімейсің. Өйткені сен нақты осы әлеуметтік желілерде мына постарымда не болып жатыр екен, мына достарымда не болып жатыр екен сияқты жаңалықтарды көріп, одан кейін рецепт кетті, одан кейін занятие, упражнение кетті, сөйтіп кете береді. Және де барлық интернетте өткізілген есептің ішінен ең көбі осы әлеуметтік желілерге беріледі екен. Негізі қазіргі смартфондар осындай функциямен орналасқан. Так, настройкада жаңағы цифровой детоксты сақтап қалу үшін қанша минут немесе қанша сағат балалар немесе адамдар отыру керек екендігін көрсетеді екен. Келесі кемшілігі бұл адам нақты қарым-қатынас дағдыларын жоғалтады. Өйткені ол онлайн режимінде сөйлесуге үйренеді. Ол дегеніміз былай екен. Бұл да қарым-қатынас. Кәдімгі қарым-қатынас сияқты интернет жүйесінде, әлеуметтік желілерде отыру, ол жаңағы балалардың денсаулықтарына да зиян келтіреді. Алайда, бұның бәрінің плюс жақтары бар, және біз оларды қазір атап өтеміз. Сосын менің айтқаным, қарым-қатынас бойынша, коммуникация бойынша эмоционалды ерік-жігер саласына теріс әсері мүмкін.
бала тым ашушаң болуы мүмкін, немесе керісінше белгілі бір ситуациядан кейін эйфорияға түсетіні де осындай мысалдар көрінеді. Арнайы қызметтер бақылауды ұйымдастыру үшін осы әлеуметтік желілерді қолданады. Демек, сіздің бүкіл информацияңыз осы әлеуметтік желіде берілген. Әсіресе тіпті біздің ақылды пайдаланушымыз бүкіл адресін, номер телефона, барлығын, почтасын, барлығын жазып өтеді. Бірақ та кибер қауіпсіздік принциптерінің негізінде ол әрине дұрыс емес. Сіздерден мысалы номер телефона или номер карточки сұрайтын сайттардан мүлдем бас тарту керек. Ал енді плюс жақтарына көшетін болсақ. Әлеуметтік желі әртүрлі қалалар мен елдерде тұратын әріптестермен тілдесуге мүмкіндік береді. Мысалы, қазіргі таңда мен Қарағандыда отырып тұрмын, иә. Ұйымдастырушылар Астанада отыр. Так, менің тыңдаушыларым да әртүрлі қалаларда отыр. Демек, айтамыз ғой, стирает границы, осындай әлеуметтік арасындағы белгілі бір бөліктерді ол көрмейді. Мысалы, карантин уақытында мен өзім онлайн оқуда болдым. Докторантура бойынша біз осы 3 жылдың ішінде шет елдермен қанша вебинар, семинар өткіздік. Әрине, шындығында бұндай семинарға қол жеткізу өте қиын. Ал Zoom арқылы сабақтың тақырыбы беріледі, сабақтың уақыты беріледі, кәдімгідей отырып, осы информацияны талдауға кірісесіздер. Әлеуметтік желілердегі көмегімен дәріс жазбалар да жазылады. Демек, әлеуметтік желілер біздің оқу танымдық немесе оқу тәрбиелік жұмысымызға да жақсы әсерін тигізеді. Әлеуметтік желілердің көмегімен сонымен қатар, әлеуметтік желілермен қатар әлеуметтік желілермен қатар балалар кез келген сабақ бойынша қосымша ақпаратты ала алады, зертханалық тапсырманы жасай алады, иә. Сонымен қатар әлеуметтік желінің тағы бір плюс жері бұл бизнесті дамытатын алаң. Мен жаңа ғана оны сіздерге айттым. Адамның белгілі бір сату жолындағы тек қана заттық сату емес, сонымен қатар кейбіреулер өзінің білімдерін сатады, иә. Кто что знает, то и делится дегендей. Осы мақсатта біз плюс жақтарын анықтап алуымыз керекпіз. Жарнама мақсатты аудиторияға бағытталуы мүмкін. Ұсынатын өнімдерге немесе қызметтерге қызығушылық танытылады, және бұл кезде әлеуметтік желілер біз жарнаманың жақсы бір факторы ретінде қарастырамыз. Өйткені жарнама бізде кез келген кезде нарықтық экономиканың алға басар құралы болып есептеледі, және осы әлеуметтік желілер арқылы осы міндет атқарылады. Келесі, интернетте болған әрбір ақпаратты міндетті түрде тексеру керек. Өйткені ол жалған жаңалықтар категориясына енуі мүмкін. Бұл қаржылық немесе саяси пайда алу үшін емес, жаңылыстыру мақсатында әлеуметтік желілерде және дәстүрлі бұқаралық ақпарат құралдарында жалған ақпарат тарату немесе қысқаша оны тарту деп айтамыз. Жалпы фейк дегеніміз осы жалған деген терминмен алмасады. Және де жалған жаңалықтар авторлары оқырмандармен дәйек сөздерді көбейту үшін
жиі қызықты тақырыптарды немесе толық ойдан шақырылған тақырыптарды оқиды. Жалған жаңалықтарға қалай анықтауға болады? Жалған жаңалықтарды біз әрқашан бастапқыда оның қайнар көздеріне мән беруіміз керекпіз. Демек, сіздің қолыңызға мақала түсті. Бұл мақаланы кім жазды? Қай жылда жазды? Қай журналда ол шықты? Ол журнал шыққан редакциясы Ресей Федерациясынікі ма, әлде қазақстандық, мүмкін тіпті Армения, Австрия мүмкін болуы. Сондықтан да біз міндетті түрде оның бастапқы қайнар көзіне көшеміз. Егер дереккөз көрсетілмесе, бұл сақ болуға себеп болады. Өйткені тақырыпқа сенуге болмайды. Мақаланың мәтінін оқу керек. Көбінесе қатты тақырыптарды, фактілерді бұру, пайдалы ақпаратты беру мақсатында ойлап табылады. Екіншіден, материалда айтылған сарапшылардың бар екендігін және олардың ұстанымдарының объектілігін тексеру керек. Яғни ақпарат беру күндерін де тексеру керек. Кез келген ақпараттан кейін оны жалпы сенсация қылдырмай, оны жай ғана талдау арқылы белгілі бір уже нәтижеге кіреміз. Постпен бірге жүретін суреттер мен бейнелерге сенуге болмайды. Мысалы, мүмкіндігінше Google Image іздеу арқылы фотосуреттің шығу тегі қадағалағаны жөн. Так, бір 3 минуттық үзіліске шыға тұрайық, құрметті тыңдаушылар, одан кейін біз жалғастырамыз.
Так, жалғастырамыз. Сонымен қатар медиа кеңістігінде бізде факт-чекинг деген түсінік бар. Ол ұғым дәстүрлі журналистикадан жаңа медиаға келген. Дәлірек айтқанда, редакция жұмысының принциптерінен редакциялық фильтр жұмысын атқарады, фильтрлік технология. Бұл технология байланысты этика принциптерімен, ол тәуелсіздік, объективтілік, бейтараптық, дәлдік. Демек, әр кезде түскен ақпарат белгілі бір шындыққа сай келу керек. Және де біз оқушылармен осы медиа сауаттылық тақырыбының аясында біріншіден осы маңызды нәрсені айтуымыз керекпіз. Ендеше кез келген ақпаратқа сене бермей, біріншіден оқушылар нақты сол ақпарат шын ба, шын емес па, дезинформация болмас үшін осындай білімдерді беруіміз керекпіз. Факт-чекинг өнерін игеру үшін қандай негізгі ережелерді меңгеру керек? Әрине, бірнеше тәуелсіз көздерден бастапқы дерек көзді немесе ақпаратты растау керек. Мысалы, мынадай бір кейсті келтірсем, бір мақаланы оқисыз, бір мақаланы оқығанда, оның барысында мынандай зерттеуші, американдық зерттеушілер осындай нәтижеге жетті дейік, Ал бұл зерттеу қалай өтті? Нақты қай университеттің ғалымдары, қай жылы ол болған? Бұл зерттеу қандай жағдайларда өткен? Ол сауалнама болды ма, әлде ол эксперимент болды ма? Жалпы осы ақпаратты алу үшін қандай нақты методикалар қолданды? Ол методикаларды қалай өлшеді? Оның статистикалық белгілемелері бар ма, жоқ па? Оның нәтижесі қандай топтарда тексерілді, оның пайдасы бар ма, оның белгілі патенті сертификаты бар ма сияқты ақпараттар осы дәлдікті көрсетеді. Қарама-қарсы жақтан сұрастыру, демек кез келген ақпаратты бір жақтан емес, бірнеше жақтан қарастыру керек. Әрине, оған бір эксперттік көзқарас керек. Фактерді танытуды үйрену, демек бұл ақпарат шындыққа сай келе ма, әлде ол жалған ақпарат па? Өзіміз білеміз, мысалы, Инстаграм желісінде белгілі бір осындай сенсационный посттар шығады, бірақ ол шын болған нәрсе ма? Әлде оны автор өзінің жаңағы жазылымдағы подписчик дейміз ғой, осылар көбейсін деп, өзіне жаңағы рейтингті көтеру үшін осындай ақпарат бере ма? Соны қарастырамыз. Әрине, сенсациядан гөрі фактілердің дәлдігі бізге керек. Яғни болған нәрсе эмоцияға берілмей, тек қана факт арқылы жұмысты талдау. Әлеуметтік желілерді негізі абайлап қолдану керек. Мысалы, әлеуметтік желілерде әртүрлі балаларға қарауға болмайтын, немесе қарауға тыйым салынатын нәрселер өте көп. Сондықтан да балалар өз аккаунтын жүргізгенде міндетті түрде оған ата-аналары қадағалау, бақылау жасау керек, Бұл аккаунтқа қандай адамдар кіреді, қандай адамдар олардың, мысалы, егер де фотосуреттері болса, немесе видео, бейнелер болса, соны кім көреді? Тек қана таныстар, достар ма, әлде бір сырттан келген бөтен адамдар қарай ма? Міндетті түрде осы нәрселерге де мән беру керек. Қазір әлеуметтік желілерде осындай әлеуметтік жарнамалар бар, мысалы, баламен басқа бір адам тілдеседі, бір-біріне сообщение жазады, ал мысалы, әсіресе егер де бұл бала белгілі бір депрессияға ұшырап кетсе, белгілі бір, мысалы, жалғыздыққа құмар болса, осы тілдесу арқылы достық сезімі пайда болуы мүмкін. Ал шын мәнінде екінші жақтағы адам ол ересек, үлкен, мысалы, еркек болуы мүмкін. Әрине, бұл кезде жаңағы бала үшін, баланың денсаулығы, баланың өмірі үшін үлкен қауіп төндіреді. Міне келесі слайдта бізде 5 түрлі приложение көрсетілген. Олардың көмегімен біз бұл фотосуреттер шынымен болды ма, әлде олар жалған ба, әлде ол жаңағы фотошоп арқылы жасалды ма сияқты нәрселерді де тексеруге болады.
мысалы оларға біз фотосуреттерді жүктейміз немесе оларға сілтеме береміз. Ол ақысыз түрде, яғни бесплатно дейміз ғой. И сол ссылка бойынша немесе сол сурет бойынша бұл сурет бар ма, бұл суретті біреу жасады ма, жасанды сурет па, әлде шынымен бұл болған нәрсе ма, соны тексере аламыз. Жалпы бізде медиа кеңістікте манипуляция деген фактор өте сондай кең орын алады. Өйткені кез келген ақпарат ең біріншіден ол адамдардың санасына белгілі бір әсер ету құралы деп есептеледі. Және де көбінесе ол әсер ету оң жағымен емес, теріс жағымен сипатталады. Ол манипуляцияға ықпал ететін жеке және адамдар ақпаратты талдауға тырыспай-ақ сұрақсыз қабылдауға бейім. Сондықтан да әлеуметтік психологиялық жағынан, эмоционалдық жағынан кейбір келеңсіз әрекеттер де тудыруы мүмкін. Содан кейін бізде кликбейт деген түсінік бар. Бұл интернеттегі және жалпы интернеттегі жарнаманың басты мәселесі. Бұл жарнамалық компаниялар жарнамалау үшін пайдаланатын тақырыптар, сенсациялық тақырыптар, өтірік және бейнені пайдалану емес жарнамалық науқандар. Міне осындай науқандар арқылы адамдар әртүрлі сондай теріс махинацияларға кірісуі мүмкін. Осындай нәрселерден әрине балаларымызды сақтауымыз керекпіз. Одан кейін бізде медиа кеңістікте медиа сауаттылықты меңгеру барысында дезинформация деген тақырыпқа байланысты балаларға ақпарат беруіміз керекпіз. Демек, жалған ақпарат бұл үгіт, насихат, мүмкін әскери, мүмкін басқа да мақсаттарға жету үшін бұрмаланған немесе жалған ақпаратты тарату. Мынандай бір сіздерге мысал келтірейін, иә. Былтыр бір жас бала, жаңағы кәмелетке толмаған жас бала, өзім жұмысқа тұрамын деген ниетпен жаңағы OLX арқылы жұмыс іздемей ма? Сол жұмысты іздеу барысында бір жақсы ұсынысқа тап болады. Ұсыныс бойынша жаңағы компанияға жаңғақтарды нететін, сұрыптайтын адам керек екен. Күніне 3000 теңге. Әрине, кәмелетке толмаған бала үшін, жас бала үшін 3000 теңге белгілі бір уақыт аралығындағы жақсы жалақы деп ойлаймыз, иә. Жаңағы бала сол жарнама бойынша телефонға звондайды да, жаңағы адаммен тілдеседі, атың кім, қайдансың сен, қай қаладансың, не істейсің, оқушысың ба, мектепте оқисың ба? Жақсы. Сен күнде 3000 теңге емес, 30.000 теңге алғың келе ма? Деген сұрақ қояды. Әрине, әрбір енді адам пенде болғанымен, біз әрбіреуіміздің белгілі бір материалдық мотивациямыз бар, иә? Жаңағы бала айтады, иә, әрине, не істеуім керекпін? Сол жаңғақтармен жұмыс істеймін ба? Жоқ дейді. Мен саған бір тапсырмалар берем, сен бұл тапсырмаларды орындайсың, және де қаланың кез келген жеріне мен берген посылканы жібересің. Ол қазіргі таңда жаңағы, қалай айтады, закладчик, иә? Наша заттарын тарату. Яғни ол, мысалы, адресін береді, бала сол адреске, закладчик сол адреске бару керек, сол жерде жаңағы сол закладканы тастап немесе тығып қояды, оны фотоға түсіреді, басқа адам оны келіп өзіне алады. Ол өте қауіпті нәрсе. Менің, мысалы, бір студентім, менің өзімде диплом жазған студентім, осындай закладкалар арқылы жақсы жалақы табамын деп ұсталып қалды. Қазір міне 4-5 жыл болды, ол түрмеде отыр. Өйткені әрине ол құқық бұзушылыққа жататын нәрсе. Келесі, осы тақырыптың аясында біз цифрлық гигиена туралы айтуымыз керекпіз. Цифрлық гигиена дегеніміз бұл өз-өзімізді осы интернет кеңістігінде ұстау ережелері. Олар келесідегідей. Интернетке қосылмас бұрын пайдаланушының компьютерде антивирустық қорғаныс бар ма, жоқ па, соны қарастыру керек. Бар болса, оны жаңарту керек. Өйткені вирустар арқылы
біз өзіміздің телефонымызға немесе компьютерімізге дұрыс емес ақпарат, вирустарды жүктеуіміз мүмкін. Вирустар біздің осы гаджеттеріміздің жұмысын әрине жамандатады, деп айтуға болады. Сондықтан да кез келген сізге берген файлдарды жүктеуге болмайды. Әсіресе ол егер бөгде адамдардан болған файлдар, сілтемелер, фотосуреттер болса, оларды жүктеуге болмайды. Файлдарды ашуға тыйым салынады. Интернетке қандай да бір жеке ақпаратты орналастыру да ұсынылмайды. Әсіресе мысалы сіз белгілі бір сайтқа тіркелу үшін сізден номер, телефон, почта, аккаунт, адресіңізді сұрайды. Әрине, біріншіден тексеріп алыңыз, бұл сайттың жұмысы нақты сізге керек па, керек емес пе. Веб-сайттар арқылы қандай да бір қаржылық операцияларда жүргізуге тыйым салынады. Мысалы, қазіргі біз цифрлық ақша, цифрлық қаржы дегенді жақсы көреміз, тіпті қағаз жүзіндегі ақшаны қашан қолымызға ұстағанымызды да білмей қаламыз. Бірақ та соны осы алаяқтар пайдалана отырып, өзінің алаяқтық белгілерін, әрекеттерін жасап отырады. Сондықтан да транзакциялар жасағанда міндетті түрде оның қауіпсіздігіне біріншіден сенімді болуымыз керекпіз. Заманауи кезде бізде жас жеткіншектер әртүрлі онлайн ойындарды ойнайды. Осы ойындарда, мысалы, ол ақысыз ойын болса, бірақ та оған белгілі бір ақша төлесе, донат дейміз, белгілі бір ақша төлесе, жақсы өзіне күшті машина немесе басқа бір кейіпкерді алуға болады. Менің білгенімше, мысалы, менің бір танысымның баласы осылайша даже бір аптаның ішінде емес, бір күннің ішінде осылай 10 мың теңгені жұмсаған екен. Не үшін? Сол ойын үшін. Өйткені бала ойынға құмар. Әсіресе цифрлық ойындар, онлайн ойындар, олар өте тартымды болады. Баланы тәуелді қылып жасайды. Сондықтан да бұл мәселені балалармен осы медиа сауаттылық сабағының барысында мұқият қарастыруымыз керекпіз. Қандай жерлерде фото және бейне түсіруге болады, ал қай жерде ол мүмкін емес? Әрине, кез келген жерде фотоға түсіруге болмайды. Кез келген фотоларды біз әлеуметтік желілерге де салмаймыз, Мысалы, заңмен тыйым салынған жерлерде, әсіресе мемлекеттік орындарында, министрліктерде, соттарда, тағы да сол сияқты орындарда суретке немесе видеоға түсіріп, одан кейін әлеуметтік желілерге түсіруге тыйым салынады. Бұны да балаларға дұрыстап түсіндіру керек. Міне осы кезде мен сіздерге қазір кибербуллинг және киберқауіпсіздік туралы айтқым келіп тұр. Жалпы медиа кеңістігінде адамзат үшін көптеген пайдалы нәрсе бар. Мысалы, мен педагог ретінде осы медиа арқылы медиа кеңістігінде көптеген нәрсені өзіме алам. Жұмысым үшін, оқуым үшін көптеген нәрсеге тап болам, және де ізденіс жұмысы барысында жақсы материалдарды іздеп аламын, тауып аламын. Алайда кейбір жақтарда, кейбір кездерде оның теріс жағы болады. Мысалы, кибербуллинг. Кибербуллинг дегеніміз ол кәдімгі буллинг, біз қазір буллинг туралы көптеген нәрсе тыңдап отырамыз, естіп отырамыз. Травля дегеніміз, ол адамдардың ар-ожданына, тұлғасына, ар-намысына белгілі бір зорлық-зомбылық әрекеттердің әсер етуі. Міне, кибербуллинг дегеніміз осы интернет желісі арқылы баланы қорқыту, баланы белгілі бір нәрсеге зорлау, мысалы, ақшасын сұратып алу, немесе балаға бір инструкция беру арқылы баланың денсаулығына, өміріне қауіп төндіретін нәрселерді жасату сияқты осындай кибербуллинг деген түсінігі бар екен. Және де кибербуллингке түскен балалар көбінесе жаңағы психологиялық жағынан әлсіз, психикасы жағынан төмен дамыған, жалғыздыққа көбінесе барған, немесе достары, енді барлық адамдар бірдей емес деп айттым ғой, кейбір адамдар
қоғамға жақсы қатынасады, қоғаммен араласады, оның бір районда мыңшама достар болады. Кейбір балалар керісінше көбінесе жалғыздыққа ұмтылады, көбінесе өз-өзімен болуды жақсы көреді. Көбінесе сол осындай балалар кибербуллингке тап болады. Сондықтан медиа сауаттылық сабағының тақырыбының аясында балаларға осы кибербуллингтің қаупі туралы міндетті түрде айту керек. Бірнеше жыл бұрын бүкіл әлемді дүркіреген синий кит ойыны болды, иә. Егер де естісеңіздер, кез келген ақпараттық көздерін ашсаңыздар, аш қалсақ, балаларға белгілі бір инструкциялар береді, указаниялар береді, балалар оны жасайды. Одан кейін баланың өліміне немесе жалпы денсаулық жағдайына қауіп төндіретін факторлар көбейген екен. Балалар терезеден де ұшып түскен, балконнан да ұшып түскен, немесе газды қосып алып өлімге барған, осындай енді жағдайлар болған. Ал енді осындай жағдайлар болғанымен, әрине екінші жақта оған бір қызығушылық, оған бір пайда көретін адам бар. Сондықтан да кибербуллингке жол бермес үшін міндетті түрде біз балалардың интернет желісінде кіммен қалай сөйлесіп жатқанын, тілдесіп жатқанын байқауымыз керекпіз. Тіпті балалар емес, үлкен адамдар, иә. Өткен жолы маған бір инстаграмнан статья көзіме түскен. 2 жас сол интернет арқылы танысқан. Жаңағы енді кездесуге барғанда сол жігіт қызды зорлап өлтіріп кеткен екен. Әрине, ол өте сондай қауіпті, өте қайғылы жағдай. Қарасақ, үлкен адамдар, бәрін түсінетін, санасы бар, тұлғасы дамыған, алайда бұндай нәрселерде болуы мүмкін. Әрине, бұндай нәрселерден сақ болу үшін бірінші балаларды біз осындай буллинг деген мәселесі бар екенмен сөйлесу керек. Жалпы енді сөйлесу, ол әңгімелесу, ол адамның санасына әсер ететін өте сондай ауқымды және қатты қару деп саналады, иә. Сондықтан міндетті түрде оқушылармен, балалармен сөйлесу керек, тілдесу керек. Ол тек қана психологтың функционалды міндетіне жататын нәрсе емес, сонымен қатар оны класс жетекшісі де, оның мүмкін бір пән мұғалімдеріне де осындай нәрселерге әрине назар аудару керек. Так, бұл медиа сауаттылық бойынша берілетін ақпарат. Қазір мен сіздерге қаржылық сауаттылық бойынша ақпаратты беруге тырысамын. Ол біздің бүгінгі кездесуіміздің екінші бөлігі, және де юниттің екінші бөлігіне жататын тақырып. Байлық таңдаулы адамдар үшін. Молшылықта өмір сүру үшін күш-жігеріңді аямай еңбектену керек. Іскерлік қабілетің болмаса, бизнесте табысқа жете алмайсың. Бұның бәрі не? Бұның бәрі қазіргі психологиялық көзқарас бойынша теріс установкалар деп айтылады. Бұндай қате көзқарастар адамның санасында қалыптасып бекіткен жағдайда адам өзінің қаржысын саналы түрде басқара алмайды. Тапқан табысынан артық мөлшерде жұмсап отырады. Қарызға батады. Немесе керісінше әрбір ұсақ-түйекке ақша үнемдеумен ауыр күндерге арнап ақша жинап отырады. Жағдайды түзетуге қаржылық сауаттылықтың артыруы көмектеседі. Біз ақшамен қазіргі заманғы қатынастардың негіздері туралы қысқаша қазір талдау жұмысын өтеміз.
Сонымен қаржылық сауаттылық дегеніміз не? Өз қаржыңызды басқару принциптерін ұстану арқылы біз табысқа сәйкес өмір сүруді талап етеміз және өзіңіздің әл-ауқатыңызды жоспарлы түрде арттырып отыруды үйренетін боламыз. Сондықтан да қаржылық сауаттылық кішкентай жасынан бастап балалардың саналарына меңгеруге тура келетін нәрсе. Қазіргі таңда біз бала емес, тіпті үлкен адамдардың осындай қаржы сауаттылығы бар деп айтуға күмәнданамыз. Өйткені қаржылық сауаттылық ол дамушы фактор, ол қалыптасатын фактор. Ол табиғи жағынан берілмейтін нәрсе, бірақ оны қалыптастыруға және дамытуға болады. Егер де біз жүйелі түрде жұмыс жасасақ, егер де біз осы жұмысты ұйымдастырып, оны арнайы жоспарлап өтсек, әрине балалардың да қаржылық сауаттылығын арттыру үшін белгілі бір әрекет жасалады. Сондықтан да осындай еліміздегі қаржы жағынан сауатты адамдар көп болсын, әл-ауқаты жақсы дамыған, жоғары дәрежеге жеткен адамдар саны көбейсін, айтады ғой енді, бай болу үшін, елдегі азаматтардың күш-жігері артуы үшін, міне осындай қаржы сауатты адамдар қажет. Және де біз оларды осы жаһандану құзыреттіліктер курсының аясында мектеп қабырғасынан бастаймыз. Сондықтан да 5-9 сынып арасында бізде қаржылық сауаттылық тақырыптық жоспары енгізілген. Қаржылық тұрғыдан сауатты адам мынаны біледі. Біріншісі, өзіне және жақындарына күтпеген жағдайларға арнап, қаржылай қорғауды қамтамасыз ету. Біз оны экономикалық термин бойынша финансовая подушка безопасности дейміз, иә? Ол әрқашанда белгілі бір жаңағы қордың болуын білдіреді. Тұрақты жұмыс болмағанның өзінде, әдеттегі тіршілік деңгейін сақтап отыру үшін адам қаржылық тұрғыдан сауатты болу керек. Қаржылық тұрғыдан сауатты адам ақшаны жинай алады және оны арттыра алады. Қаржылық тұрғыдан сауатты адам қосымша табыс көздерін іздеп отырады және де сол қосымша табыс көздерімен сәтті түрде орындап, белгілі бір нәтижеге, белгілі бір кіріске тап болады. Қаржылық жағынан сауатты адам алаяқтық қаржылық сұлбалардан сақ болады және жалпы, мысалы, қаржылық пирамидасы дейміз, қаржылық махинациялар дейміз, қаржылық алаяқтық дейміз, солардан әрине сақ болады. Қаржылық тұрғыдан сауатты адам жұмыс берушіге, зейнеткерлік реформаға, елдегі экономикалық жағдайға тәуелді болмайды және өзінің күші мен мүмкіндіктеріне өзі ғана сенімді, өзі ғана жауапты болады. Мен кеше де осы жауапкершілік туралы айттым. Белгілі бір жағдай бұл кезде кінәлі, немесе басқа бір адам кінәлі дейтін орнына, біріншіден адам өз ісіне, өз әрекетіне жауапкершілік алу керек. Міне осындай жауапкершілігі бар адамдар, олар қаржылық тұрғыдан сауатты адамдар деп саналады. Өйткені олар нақты өзінің кірістерімен, шығыстарымен дұрыс басқара алады. Қаржыны сауатты басқару дегеніміз, ол шығындар кірістен аспайтын адамдардың бақылау қабілеттілігі. Ал бос қаражаттың барлығы жұмыс істейді, яғни пайда әкеліп отырады. Мысалы, оған инвестицияларды мысал ретінде келтіруге болады. Инвестиция ол тек қана жаңағы қаржылық эшелондарының жоғарғы дәрежелеріне тиісті нәрсе емес. Инвестиция тек қана құнды қағаздар емес. Егер де бір фильмдерді қарасақ, инвестиция деген ол үлкен бір акциялар, үлкен бір компаниялар, Инвестиция
кішігірім адам, орта статистикалы адам кішігірім бір әрекетке жұмсау арқылы осы инвестиция да жасай алады. Және де белгілі бір уақыттан кейін осы инвестициядан дивидендтер алады. Мысалы, қаржылық құралдарының бірі, осындай инвестицияның құралдарының бірі, ол депозит ашу. Балаларға депозит ашудың маңыздылығы туралы айту өте орынды деп ойлаймын. Өйткені депозит бұл сенің ақшаң, бірақ ол белгілі бір уақыттың барысына қарай өсімі бар екенін көз жеткізу. Демек, осы депозиттің қайда салуы, қандай, енді депозиттің әр түрлері бар, біздің елімізде банктердің де түрі бар. Қай банкке оны саламыз, қай жерде ол депозит өз орнын ақтайды сияқты мәліметті балаларға беру керек. Көпшілігіне мұндай ауқаттылық деңгейі қол жетімсіз болып көрінеді. Жалақыдан жалақыға дейін өмір сүріп отырсаң, бос ақшаны қайдан тауып аламын деген жиі сондай сұрақтар да кез келген әлеуметтік желілерде, осындай комментарийлерде мен мысалы өзім оқып отырамын. Шындығында әркім үнемдеуге, инвестициялауға, пассивті кіріс алуға және қаржылық жағынан сауатты бола алады. Мұны істеу үшін біз бюджетті бөлудің негіздерін түсінуіміз керекпіз. Егер де біз қаржы жағынан эксперттердің сөзіне сенетін болсақ, олардың айтуы бойынша алған кірістердің барлығын тең бөліктерге бөлу керек. Белгілі бір процент адамның негізгі сұраныстарын өтеуге жұмсалады. Тамақ алу, жаңағы коммунальный услугаларды төлеу, киім-кешек алу, тағы да сол сияқты. Негізгі біздің күнделікті сұраныстарымыз. Келесі бір процент үлкен бір сатылымдарға арналады. Мысалы, үйге жинайсыз ба, немесе жаңа машинаны алам деп соған ақша жинау арқылы. Келесі бір процент міндетті түрде инвестиция немесе депозитке салыну керек. Ол долгосрочный план дейміз ғой. Ол сонда ұзақ мерзімді жоспардың нәтижесі. Белгілі бір процент адамның демалысына кету керек. Өйткені адам болғанымен жұмыс істейді, бірақ та бір уақытта оның демалуы да қажет. Мүмкін ол бір жай ғана енді аптасына бір рет немесе айына бір рет бір жерге шығу. Мүмкін ол жылына бір немесе бірнеше рет шетелге шығу, жаңағы саяхатқа шығу сияқты, міне осыған арналатын пайыздық үлесі. Ал соңғы бөлімі міндетті түрде бізде қайырымдылыққа жүктелу керек. Кейбір айтамыз ғой, біздің қаржылық сауаттылық жағынан айтылмаған заңдар, осындай айтылмаған заңдар бойынша қайырымдылыққа жұмсалатын ақша саған қайта келеді. Бұл түсінікті де балаларға үйретуіміз керекпіз. Сондықтан да осындай нәрселерге енді мән беру керек. Әрине, қайырымдылық жіберу барысында оны қайда жіберетінімізді дұрыстап қадағалауымыз керекпіз. Қазір тіпті кейбір алаяқтар осындай баланың ауруына, адамдардың ауруына қарамастан осы тұрғыдан көптеген алаяқтық махинациялар жүргізеді. Тіпті болмаса кез келген таныстарының немесе интернеттен фейковый фотосын салып, оған суммасын жазып, оған әрине сондай адамның жанына түсетін, жанына оқтай қадалатын сөздерді таңдау арқылы бізге манипуляция жасайды. И сонда сен еріксіз түрде бір 200 теңге болса да сол адамға жіберейін деген ниетпен барасың. Бірақ та мен 200 теңге жіберем, сіз жібересіз, ан жақта 10 адам жібереді, мына жақта 10 адам жібереді. Қазақстанның тең жартысы осылай 200-500 мың теңге жібереді. Одан
әрине бұл алаяқ схемасы өзінің бір нәтижесіне келеді. Сондықтан да қайырымдылықты жүргізгенде де балалармен қандай, кімге, қашан, қалай ақшаны аудару керек екендігін дұрыс үйрету керек. Бұл да фейк ақпаратпен тығыз байланысты сұрақтар. Мұны істеу үшін әрине бюджетті біз дұрыс жоспарлауымыз керекпіз. Бұны істеу үшін әрине алған кірістен қарыз болмау керек. Ал қарыз болмас үшін біз өзіміздің алған бюджетімізді белгілі бір бөліктерге бөлеміз. Және де анандай айтамыз ғой, спонтанный покупки. Осындай спонтанный товар алудан сақ болу керек. Ол эмоционалды жағынан өте сондай ауқымды нәрсе. Оған тек қана бір сұрақ қойылады. Өзімізге бір сұрақ қана қоямыз. Маған шынымен бұл зат қазір керек па? Мен шынымен осы заттан өмірімде пайда көрем ба? Деген сұраққа жауап беру арқылы біз осындай ессіз түссіз жүретін товар немесе зат алудан сақ боламыз. Келесі, қаржылық сауаттылық негіздері. Ол ақшаға дұрыс көзқарастың қалыптасуы. Қазір біздің өміріміз көбінесе баланың культі дейміз ғой, баланың культіне арналған. Бала не сұраса, біз барлығын сол бала үшін жасаймыз. Енді ол бір жағынан дұрыс нәрсе. Алайда психология жағынан қарасақ, әр бала ол кәдімгі тұтынушы. Біз де біреудің баласымыз, біз де сол тұтынушы ролін ойнаймыз. Сондықтан да балаларға ақша бергенде, ол ақша не үшін беріледі, не үшін жұмсалады. Шынымен қазір сол бала осы ойыншықты немесе осы тәттіні алғысы кеп тұр ма, жоқ па, әлде ол оның эмоциясы ма? Соны қарастыратын жағдай ақшаға дұрыс көзқарасты қалыптастыру керек. Оқушылар енді 5-9 сынып болғандықтан, олар саналары дамыған оқушылар. Олар әрбір ақшаның құнын білу керек. Олар сол ақшаны алу үшін мен қандай еңбек етем, және сол еңбегім ол ақшаға сәйкес келе ме сияқты сұрақтарға жауап бере алатындай болу керек. Жеке қаржыны жоспарлау және есепке алу. Жалпы жоспарлау ол психологияда ең мықты мәселе. Өйткені жоспарлау барысында адам өзінің әрекетіне өзі жауапты болады. Адам, айтамыз ғой, хаотичный әрекет. Осындай хаотичный әрекеттен бас тартады. Өйткені оның санасында белгілі бір алгоритм бар, белгілі бір жоспар бар. Тіпті күн тәртібін алатын болса, күн тәртібінен басталады бәрі. Күн тәртібі белгілі бір жоспар, белгілі бір алгоритммен шешілу керек. Және де мұғалім тарапынан да, ата-аналардың тарапынан да оқушыларға осы жоспарлаудың маңыздылығы туралы әңгімені тоқтамай айтуымыз керек. Сонда ғана балалардың бастарында жоспардың маңыздылығы бар екені түсініп кіреді. Есеп дегеніміз белгілі бір заттың нәтижесін талдау. Сондықтан да жеке қаржыны есептеу барысында міндетті түрде болашақта осындай қателіктер болмас үшін мен не істеуім керекпін, немесе бұл менің жақсы, күшті жағым, мен оны одан сайын мықты қылдыру үшін қандай әрекеттер жасауым керекпін. Бұның бәрі осы есептеуде негізделген. Келесі, банктермен қарым-қатынас жасау. Енді әр адам өз өмірінде банктерге барып белгілі бір операциялар, белгілі бір әрекеттер жасайды. Осы банктер қандай маңызды әрекет етеді? Олардың мақсаты қандай?
олар адамдарға көмектеседі ма, көмегі тисе оның формасы, маңыздылығы неде сияқты сұрақтарға жауап беру үшін біз балалармен банк жұмысының жүйесінің маңыздылығы және негіздері туралы ақпарат беруіміз керекпіз. Ол қаржылық сауаттылықтың бірден бір элементі деп аталады. Жеке бюджетті толтыру тәсілі ретінде белсенді табыс қана емес, пассивті табыс та мүмкін екенін түсіну қажеттілігі. Жаңағы айтылған депозит, инвестициялар осында кіреді, иә. Жеке қаржылық қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Демек, адам өсу барысында өз қалтасына өзі жауап бере алатындай сол қауіпсіздікті қамтамасыз ету керек. Ол қалай болады? Ол әрине әртүрлі біздің педагогикалық технологиялар өтеді. Балалармен іскерлік ойын ойнауға болады. Кейс-стади беруге болады. Балаларға қаржы туралы роликтерді көруге болады. Және де роликті көргеннен кейін міндетті түрде оларды талдау керек. Ол талдау жұмысының қорытындысын шығару керек. Немесе оны біз рефлексия дейміз, иә, кері байланыс орнату керек. Осында ғана бұл сабақтың, бұл тақырыптың маңыздылығы балалардың саналарына нақты және нығыз түрде қалыптасады. Қаржылық алаяқтықтан қорғау. Енді цифрлық Қазақстан болғандықтан, иә, бізде қазір цифровизация, жан-жақты цифровизация болып жатыр. Әсіресе пандемия уақытынан бері қаратай жалпы қоғамның көптеген салалары осы цифрландыруға айналған. Цифрландырудың арқасында біздің көбіміз қазір соң дегенге бармаймыз, өйткені көп нәрселерді үйден істей саламыз, иә. Алайда осы цифрландырудың дамуының теріс жағы ол қаржылық онлайн алаяқтардың көбеюі. Олар телефонға звондайды, әртүрлі смс-тер жібереді, иә. Олар әртүрлі сайтта, мысалы, сатып алу сайттарында өзінің информацияларын қалдырады. Және де бұндай нәрсеге тап болмас үшін әрине балаларға осындай алаяқтық бар және оған сенуге болмайды деген ойды қалыптастыру керек. Мен өзім былтыр жақсы бір қазақстандық сериал көргем. Бір 5-6 сериясы бар ғана. Сол бар болғаны 5-6 серия деп, по-моему, иә. И так, мошенники деп аталады. Қазақстанда түсірілген сериал. Оның несі ұзақ емес, бір 25, бір сериясы 25-28 минут қана. И жаңағы сериалда алаяқтықтардың әртүрлі схемасы көрсетілген, әртүрлі махинациялары берілген, адамдарға деген көзқарасы берілген. Олар мүлдем адамдардың намысы, ары, ұяты, адамдардың тұлғасы, адамдарды аяу құрметтеу деген мүлдем жоқ екен. Олар кез келген нәрсеге жаңағы өзіме пайда болу үшін деп алаяқтық схемасын жасайды. Меніңше бұндай кинолар жаңағы әлеуметтік маңыздылығы бар киноларға жатады. Және бұндай киноны міндетті түрде балаларға көрсету керек деп ойлаймын. Мүмкін осы сабақтың аясында бір сериясын көремі, әлде балалар оларды бұл киноны үйде көріп, оны талдау жүргіземі. Оның үстіне бұл қазақстандық кино болғандықтан, көптеген сол кинода көрсетілген көптеген жағдаяттар біздің менталдыққа сай келеді. Сонымен қатар қаржылық алаяқтық туралы айтқанда біз пирамида туралы айтамыз. Финансовая пирамида. Міндетті түрде бұл бізде білім 9-шы сыныпта беріледі. Финансовая пирамида дегеніміз не? Ол қалай жұмыс істейді? Неге олардың басты мақсаты көпшілікті тарту? Өйткені неғұрлым көп адам болса, соғұрлым сол финансовый пирамиданың жаңағы үстінде болатын авторлары дейміз, иелері көбірек ақша алады. Сондықтан бұндай финансовый пирамидадан сақ болу үшін балаларға осындай ақпарат беру керек.
нақты кейстерді де беру керек, нақты болған нәрселерді. Оған ешбір Европа, Америкаға қарамастан біздің өзіміздің еліміздегі толып жатқан финансовый пирамидалар жайлы бір кино көрсетуге болады, немесе бір конспект жасап, оны талдауға болады. Өйткені елімізде болған нәрсе, ол біздің жақын арамыздағы болған нәрсе болғандықтан, ол санамызға, былайша айтқанда, денемізге жақын. Сондықтан жақын болғанымен біз оны дұрыс қабылдаймыз. Ой, ол алыс болған нәрсе, ол бізге жетпейді, бұндай нәрсе бізде жоқ. Мысалы, Европа елдерінде, иә, половые меньшинства дейміз ғой, осындай өте көп. Мен өзім стажировкада болғанда, мен осындайды көп жерден көрдім. Сонда менің ойым былай болған: қайдағы біздің Қазақстанға ондай жетпейді, ондай болмайды, біздің елде ондай жоқ, біздің ұлдарымыз да, қыздарымыз да саналы, ойлы, даналы, бұндай бағытқа олар ешқашан бармайды. Енді қазір қарасам, тіпті жаңағы Инстаграмды ашайықшы. Мен осындай құмармын, немесе құмармын сияқты кәдімгі аккаунттар толып тұр. Оны біз де көреміз, балаларымыз да көреді. Сондықтан да бұл алыс жерде бар, бұл бізге ешқашан келмейді деген сұрақтан әрине біз бас тартуымыз керекпіз. Сондықтан бұл мәселені де балалармен қарастыруға тура келеді. Қаржылық сауаттылықтың элементтері. Кәсіпкерлік білім негіздері. Бұнда әрине әр адам кәсіпкер бола алмайды деп айтуға болады. Өйткені кейбіреулеріміз жақсы заңгерміз, кейбіреулеріміз жақсы дәрігерміз, кейбіреуіміз мысалы мемлекеттік қызметкер болып жұмыс істемесе, әр адам жеке кәсіпкер бола алмайды. Дегенмен де балаларға осы кәсіпкерліктің негіздерін беруіміз керекпіз. Кәсіпкерлікті қалай бастау керек, кәсіпкерліктің оң және теріс жақтары бар ма, риски дейміз, тәуекелдері бар ма, оңтайлы жақтары қандай, кәсіпкерлікті жүргізу үшін адамның бойында қандай тұлғалық қасиеттерді қалыптастыру керек деген ой міндетті түрде балаларға айтылу керек. Одан кейін қаржылық сауаттылық элементтеріне бізде жеке қаржылықты жоспарлау кіреді. Енді жеке қаржылық туралы мен айттым, сондықтан да тоқтамай қояйын, иә. Келесі ол бюджеттік сауаттылық. Яғни ақшаның бар болуы, оның басқаруы, оның жоспарлауы, оның бөлінуі және оның нәтижесі. Қаржы нарықтарын дамыту, қаржы құралдары мен институттарын білу. Мүмкін, әрине, мектеп ішінде бала экономика білімдеріне тура басын имейді, өйткені экономика ол үлкен ілім, ол бізде университетте оқытылады. Дегенмен де оның негіздері осы қаржылық сауаттылық тақырыбында берілу керек. Қаржылық сауатты адам нені білдіреді? Бұндай адам өзінің әл-ауқатын жоспарлайды. Бұндай адам қаржылық мақсаттар мен басымдықтарын анықтайды. Бұндай адам шығыстар мен кірістердің есебін жүргізеді. Қаржылық сауатты адам өз қаражаты бойынша өмір сүреді. Бір мысал келтіріп өтейін. Қазір YouTube'да Марғұлан Сейсенбайдың өте күшті подкасттар сериясы бар. Мен өзім жақсы көрем, осыларды бір нәрсе жасағанда, істегенде осы подкасттарды тыңдаймын. Осы тыңдау барысында көптеген инсайттар кіреді. И жаңағы бір подкастта олар қазақстандық менталдық және қаржылық сауаттылық деген тақырыпты қарастырған. Есімде жоқ кім, бірақ та бір сарапшы былай айтқан. Осы подкасттың төңірегінде былай айтқан. Біздің елімізде, дейді, адамдар 200 мың теңге жалақы алса, өмірлері 500 мың теңге тұрады.
қарыздары бар, кредит бар, ипотека бар. Қалай оны жеткізеді, мен өзім білмеймін дейді. Одан кейін жаңа адамның жалақысы 500 мыңға жетті. Адамдардың шығыстары 800 мың болды. Міне ол шынымен шындыққа сай келетін нәрсе. Ол біздің еліміздегі азаматтардың осындай бір ерекшелігі. Өз қаражаты бойынша өмір сүрмеу. Бұндай нәрседен аулақ болу үшін, бұндай нәрсеге жаңағы жақын болмас үшін балаларымызға қаржылық сауаттылықты беруіміз керекпіз. Күтпеген шығындарға резервтік қор қалыптастыру. Капиталды ақылмен инвестициялайды. Қаржы кеңесшілерінің қызметтерін пайдаланады. Қаржы құралдарын түсінеді, өзекті ақпарат пен жаңа білім алады. Өзі оқиды және өз білімін отбасына және балаларға береді. Өйткені білім ол әр қашанда үлкен инвестиция және өте ауқымды капитал деп айтуға болады. Мысалы, қазір сіздер осы курсты оқимын деп үлкен инвестиция жасап жатсыздар. Ең біріншіден бұл инвестиция сіздің өз-өзін дамыту, өз-өзін іс жүзіне асырумен байланысты. Өйткені сіз, мысалы, келесі жылы немесе бірнеше жылдан кейін осы курсты толық меңгеремін деп өзіме қажет болған сертификатты аласыздар. Одан кейін мүмкін сол жаһандану құзыреттіліктер тақырыбын сабағын өткізесіз бе? Мүмкін осы тақырып аясында бір әдістемелік нұсқаулар жазасыз ба? Мүмкін осы тақырыбының аясында аттестациядан өтіп, жақсы бір жоғары рейтингке журналға мақала жазасыз ба? Ол үлкен инвестицияңыз. Өзі зейнеткерлікке шығуды жоспарлайды және зейнетақы жоспары бар. Міне қаржы сауаттылығы бар адам осыны білдіреді екен. Қаржылық сауаттылық қаржы жүйесінің өнімдерін, қызметтерін және заңдарын өз пайдасына пайдалану дағдысы бар адам. Келесі. Балалар қаржылық сауаттылықты қандай негіздерін білу керек? Біріншіден, ақшаның табиғаты мен қызметін түсіну керек. Екіншіден, ақшаны бағалай білу керек. Келесі, ақшаны санай білу керек. Жаңағы спонтанный покупка дегеніміз бәрі осы ғой. Қаржылық есепті құра білу керек. Табыс табу және табыс көздерін құру мүмкіндігі болу керек. Балалардың үнемдеу мүмкіндігі болу керек. Балалардың ақша жұмсау және өз қаражаты бойынша өмір сүру мүмкіндігі қалыптасу керек. Балалар қарыздарды қалай қайтару керек? Негізі қарыздарды алу керек па, жоқ па? Қандай жағдайда қарыз алу керек, қандай жағдайда қарызға бармау керек сияқты білімдерді меңгеру керек. Сонымен қатар балалар бөлісу мүмкіндігі туралы білу керек. Жаңағы мен айтқан қайырымдылық факторы. Түскен ақша мен жұмсалған ақшаны есебін жүргізіп отыру қаржылай сауатты адамның ең пайдалы әдеті. Бір айдан кейін сіз ақшаны қалай жұмсап отырғаныңызды және қандай қателіктер жасап отырғаныңызды көретін боласыз. Ол үшін, мысалы, мынандай жақсы әдіс бар. Ол барлық шығыстарды жазып отыру. Барлық шығыстарды, барлық табыстарды бір қағазға, бір блокнотқа әдемілеп тұрып жазу. Одан кейін бір айдан кейін немесе 3 айдан кейін оған енді рефлексия жасаймыз. Сосын қараймыз да, мынаны мен не үшін алдым, ол маған керек емес нәрсе, мынау менде сынып қалды, мен оны не үшін алдым сияқты сұрақтар пайда болады. Сонда оқушы да солай. Оқушының да сондай санасы оянады. Бұл маған керек емес нәрсе екен. Екінші рет мен ондай әдетке бармаймын деген ой туады. Так. Келесі.
барлық шығындар бойынша жүктеу арқылы тіркеу басталады. Мен жаңағына айттым, ол белгілі бір пайыз біз кәдімгі біздің күнделікті шығындарымыз. Екіншіден, ол міндетті төлемдеріміз, несиелер, коммуналдық қызметтер, байланыс, интернет, тағы да сол сияқты. Үшіншіден, ол біздің демалысымыз, ойын-сауықтар, кино, ресторан, туған күн, қонақ күту, немесе қонаққа бару деген, Төртіншіден, ол әрине ірі көлемдегі сауда жасау. Пәтер алу, мысалы пәтер алуға бір ақша жинастыру, немесе жаңа көлік алу үшін ақша жинастыру, солай болады, Келесі міндетті нәрсе ол осы факторлармен байланысты шығындарды қарастыру. Сондықтан да біз оқушылармен бірге осы қаржылық сауаттылық тақырыбын меңгергенде, әрине де сол тақырып бойынша балалардың білімдерін нығайту үшін күнделікті болған нәрселерді айтуымыз керекпіз. Так, мен оны кейс стади туралы айттым, және қазір мен сіздерге мынандай бір әдістемелік нұсқау беремін. Осы ссылка бойынша мен қазір оны жүктеп көшіріп чатқа салайын. Осы ссылкада 21 түрлі анимациялы бейне ролик бар. Бұл роликтердің маңызды мақсаты ол қаржы сауаттылығының негізгі мәселелері қарастырылып отыр. Роликтердің ұзақтығы 5-6 минут, ұзақ емес, 3 минуттан 7 минутқа дейін жетеді. Міне осындай материалды балаларға қарауға ұсынамыз, немесе біз оны мектепте, класста бірге көреміз, немесе оны үй тапсырмасы ретінде береміз ба. Роликті көргеннен кейін біз балалармен оны жан-жақты талдауға кірісеміз. Талдау барысында біріншіден балалар оны сипаттайды, не туралы айтылған. Демек, жалпы ситуацияны, жалпы ахуалға белгілі бір сипаттама береді. Сипаттамадан кейін балалар осы бір ситуацияға тап болған кейіпкерлердің басқа да шығу жағдайлары болды ма, жоқ па? Бар болса, ол қандай? Немесе неге бұл кейіпкер нақты осы жағдайда осылай жасады? Неге ол басқаша жасаған жоқ? Неге сен осылай ойладың, ал кейіпкер мысалы басқаша ойлады? Неге оның істеген әрекеті оның қаржылық сауаттылығына теріс әсер етті? Осындай талдау жұмысының арқасында балалардың санасында жаңа нейробайланыстар қалыптасады. Ал біз, мұғалім, сол бір әрекетті модераторы ретінде тұрамыз, модератор дегенім сол бақылаушы, ол бағалаушы ролін ойнайды. Біз олардың ойларын жаңағы дұрыс бағытқа айналдыруымыз керекпіз. Мүмкін ол топтық жұмыс болатын шығар. Өйткені топтық жұмыс жасағанда балалар бір-бірімен белсенді коммуникацияға түседі. Осы белсенді коммуникацияның арқасында көптеген жақсы ойлар шығады. Өйткені әр бала әртүрлі семьядан шыққан. Әртүрлі семья, кеше айттым, ол бір кішігірім мемлекет, өзінің бір тиісті саясатымен, экономикасымен, әлеуметтену жағдайымен болатын кішігірім мемлекет. Сондықтан да қарасақ, бір реалистикалық мәселеге әр балалар әртүрлі қарайды. Ал сіз модератор ретінде бұл көзқарастың нақтылығын шешуіңіз керексіз. Және сол талдау жұмысы барысында, жаңаға айтамыз ғой, восторжествует справедливость. Осындай шындық аясы
орнатылу керек. Осындай маңызды роликтер, одан кейін сыни ойлауға бағытталған әртүрлі суреттер, фотосуреттер, схемалар, диаграммалар немесе ассоциограмма жасау сіздің жаһандану құзыреттіліктер сабағының бірінші жағынан көрнекілік аясын көтереді, арттырады. Екінші жағынан ол жалпы сабақтың маңыздылығын арттырады. Үшіншіден, әрине де бұл сабақтың маңыздылығы баланың жалпы тұлғасына жақсы әсер етіп, оның дамуына оңтайлы әсер етеді. Соңында мүмкін сіздер бір ізденіс жұмысын жасайсыз ба, бір сауалнама өткізесіз ба, немесе мақалаға, жақсы бір журналға мақала жасайсыз ба. Қазір мысалы бір жаңа талаптар бойынша жоғары категорияларға барам дейтін педагогтер міндетті түрде жоғары дәрежелі журналдарға мақала шығару керек, Ал егер де бұл мақалаңыз осындай практикалық немесе статистикалық мәліметке толы болса, әрине жұмысыңыздың мағынасы мың есе өседі. Ол да осындай лайфхак деп айтуға болады, менің ең сондай жақсы көретін сөзім лайфхак. Жалпы қаржылық сауаттылығы бойынша айтарым осы. Тақырыбымызды қорытындылай кетсек, біз бүгін сіздермен медиа сауаттылық және қаржылық сауаттылық тақырыптардың аясындағы ақпаратты талдауға тырыстық. Бұл тақырыптар жаһандану құзыреттіліктер курсында екінші модуль, екінші юнитті алып отыр. Біз оның мақсат міндетіне тоқталып кеттік сабақтың басында. Кейінірек медиа кеңістікке, медиа сауаттылыққа байланысты негізгі глоссарий бойынша жұмысқа тоқталдық. Сол глоссарий жұмысының бір осындай ұсыным бойынша бір формасын мен сіздерге бердім. Жалпы осы медиа жайындағы әртүрлі олардың түрлері бойынша белгілерді қарастырдық. Соның ішінде ең жарқыны, ең сондай қазіргі таңда ауқымдысы ол әлеуметтік желілер. Әлеуметтік желілерге біз тоқталып кеттік. Одан кейін әрине медиа сауаттылық болғандықтан ол интернет желісімен тығыз байланысты. Интернет желісі бүкіл әлемді алады, оның пайдаланушылары қалай айтсам екен, жақсы және жаман кейіпкер ретінде қарастырылуға болады. Сондықтан да бұл кезетте біз кибербуллинг және киберқауіпсіздік туралы қысқаша мәліметтерге тоқталып өттік. Одан кейін біз сабақтың жоспарын қарастырдық. Сабақтың жоспары бойынша әр тақырыптың класс-классқа қалай жүктелетінін қарадық. Одан кейін біз қаржылық сауаттылық тақырыбына тоқталып кеттік. Қаржылық сауаттылық жалпы ол не? Қаржылық сауаттылығы бар адам ол қандай адам? Балаларға осы қаржылық сауаттылық қандай негіздерін беру керек? Оның негізгі ұстанымдарын, оның негізгі түсініктеріне тоқталып кеттік. Соңында осы қаржылық сауаттылықты арттыратын бір әдістемелік нұсқау берілді. Мен оның ссылкасын сіздің чатыңызға салдым. Егерде сіздің мектебіңізге, сіздің оқушыларыңызға бұл бейім болса, әрине оны өз сабағыңызда қолдануға болады. Бірақ та ол орысша. Мүмкін сіздер интернет желісінде бір жақсы қазақша роликтерді табасыздар. Енді ол тіпті жақсы болушы еді. Енді орысша болғанымен балалар екі тілді, өзіміз де екі тілді, сондықтан да оның да ешқандай бір жаман нәрсесі жоқ шығар. Бірақ та талдау жұмысы енді қазақша жасауға болады. Осындай полиглот ретінде жұмыс істейміз. Міне бүгінгі тақырыптың аясындағы мәліметтер осымен аяқталды. Егер де сіздің сұрақтарыңыз болса, сұрай беріңіздер.
ескертулеріңіз болса, егер де менің жұмысымда мынандай практикалық нәрселер бар деп бөлісем десеңіздер, бөлісіңіздер. Кері байланысқа шығыңыз. сәлеметсіз бе, сабағыңызға рахмет, барлығы түсінікті өтіп жатыр. Қазіргі бала тәрбиесіне маңызды. Ой, менің дауысым жоқ екен. Жақсы, мен қазір рахмет сіздерге, Әсем Маратовна. Мына жақта Жану Қуанбаевна жазып отыр. Жақсы. Егер де пайдалы болды десе, мен қазір организаторға презентацияны жіберемін. Мүмкін бір жерлерін өзіңізге жүктеп аласыз ба? Әсіресе мына ссылка жерлеріне қараңыздар. Мүмкін ол жұмысыңызға пайдалы болады. Ол тіпті жақсы болушы еді. Жақсы, онда сау болыңыз, күндеріңіз жақсы